Сәлеметсіздер ме? Номер 6 жалпы білім беру орта мектебінің математика пәні мұғалімі Мұхашева Альфия. Жалпы бүгінгі қарастыратын тақырыптарымыз квадрат теңдеу, квадрат теңдеудің түрлері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары квадрат теңдеудің анықтамасын білу, сонымен қатар квадрат теңдеудің түрлерін ажырату. Анықтама. Ax-тің квадраты плюс bx плюс с тең 0 түріндегі берілген теңдеу квадрат теңдеу деп аталады. Бұл жердегі а бізде 0-ге тең болмау керек. Мұндағы а квадрат теңдеудің бірінші коэффициенті, және де мұндағы б квадрат теңдеудің екінші коэффициенті, сонымен қатар с бос мүше деп аталады. Бірінші мысал. Квадрат теңдеудің коэффициенттерін атап көрсетіңіз. Бұл жерде мен 7x-тің квадраты қосылған 8x қосылған 11 тең 0 теңдеуін қарастырам. Шешуі. Бізде бірінші орналасқан, аның орнында орналасқан 7. Бұл бізде квадрат түбірдің теңдеудің бірінші коэффициенті болып табылады. Және де сонымен қатар екінші бізде 8 дегеніміз b-ның орнында орналасқан. Бұл квадрат теңдеудің екінші коэффициенті деп аталады. Және де с бізде 11-ге тең, бұл бос мүше. Ары қарай екінші теңдеуді шығармас бұрын біз квадрат теңдеудің формуласын жазып алайық. Ax-тің квадраты қосылған bx қосылған с тең 0. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде барлығында қосумен орналасқан теңдеуіміз. Енді бізде көріп тұрғандарыңыздай мына жерде минус таңба тұр. Одан қалай қараймыз. Минус 9 дегеніміз бұл жерде а. Бұл бізде бірінші коэффициент. Және де сонымен қатар в бізде 14-ке тең екен. Бұл екінші коэффициент. Және де с минус 5 деп барлығын бірге қамтимыз. Сонда бізде бос мүшеміз минус 5-ке тең болады екен. Квадрат теңдеулерде а 0-ге тең болмау керек. Және де себебі егер а 0-ге тең болған жағдайда, онда бұл теңдеу bx қосылған с түрінде жазылып, ол сызықтық теңдеуге айналар еді. Мен мына жерде көрсетіп қойдым, аның орнына 0-ді қойған кезде, мына барлығы бізде айнымалының барлығы 0-ге тең болып кетіп, тек қана бізде мына теңдеу қалады екен. Сонда айтып өткендей, мына теңдеу бізде сызықтық теңдеу болып табылады. Квадрат теңдеулерді қарастырғанда аны 0-ден үлкен деп қарастырамыз. Мысалы, минус x-тің квадраты қосылған 3x минус 7 тең 0 теңдеуі берілсін. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде а 0-ден үлкен болу керек еді. Ал мына жерде бізде теріс сан, бұл 0-ден кіші. Минус 1 деген сөз. Енді біз бірінші мына жердегі минус таңбадан құтылуымыз керек. Ол үшін біз минус 1-ге жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Сонда минус 1-ді минус 1-ге көбейтеміз бірінші коэффициенттерін. Сонда бізде x квадрат қалады. Сонымен қатар коэффициентін екінші коэффициентіне көбейтеміз. 3 пен минус 1-ді көбейткен кезде минус 3x болады. Ары қарай минус 7-ге, бос мүшеге минус 1-ді көбейткен кезде ол плюс 7-ге айналады. Міне, бізде мынандай теңдеу пайда болды. Және де бұл теңдеулер бір-бірімен мәндес теңдеулер деп аталады. Және бұл теңдеулердің шешімдері бірдей шешімге ие болады екен. Ары қарай, егер а 1-ге тең болса, онда квадрат теңдеуді келтірілген квадрат теңдеу деп атайды. Сонымен мен 2-ге бөліп қарастырдым. Квадрат теңдеудің жалпы түрі және де келтірілген квадрат теңдеу. Квадрат теңдеудің жалпы түрі бізде ax-тің квадраты қосылған bx қосылған с тең 0 түрінде осындай түрде қарастырыла береді. Күнделікті а 0-ге тең болмау керек. Ал келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз, жаңа айтып өткендей, бізде а әрқашанда 1-ге тең болу керек. Енді x-тің квадраты қосылған px қосылған q тең 0 деп қарастырамыз. Мұндағы p және q берілген қарапайым сандар. Кез келген сан болуы мүмкін. Екінші мысал. Берілген теңдеулерден квадрат теңдеулердің жалпы түрін және келтірілген квадрат теңдеуді ажыратып жазыңыз. Мен мына жерде 6 теңдеуді беріп қойдым. 6 теңдеуді 2-ге бөліп қарастырамыз.
квадрат теңдеудің жалпы түрінде және де келтірілген квадрат теңдеу түрінде. Енді бізде -8. Бұл жердегі а бізде -8-ге тең. Тағы да қайталап айтып өтем, келтірілген квадрат теңдеу бізде а1-ге тең болу керек еді. Бұл -8 болғандықтан, бұл бізде квадрат теңдеудің жалпы түріне жатып кетеді. Міне жазылды бұл теңдеу. Сонымен қатар 7х-тің квадраты қосылған x минус 1 тең 0 түріндегі теңдеу. Бұл жердегі бізде а 7-ге тең. Сонда бұл да біздің квадрат теңдеулердің жалпы түріне жатады екен. Ары қарай x квадрат қосылған 5x қосылған 2 тең 0 түріндегі теңдеу. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай а жоқ. Бізге көрінбей тұрған 1 деген сөз. Сонда бізде а1-ге тең болса, бұл келтірілген квадрат теңдеу екен. Міне, мына біздегі осы теңдеу келтірілген квадрат теңдеуге жатады. Ары қарай 9х-тің квадраты қосылған 11х азайтылған 147 тең 0 квадрат теңдеуі, бұл жердегі а бізде 9-ға тең. Бұл бізде квадрат теңдеудің жалпы түріне жатады екен. Сонымен қатар x квадрат минус x минус 3 тең 0 теңдеуін қарастыратын болсақ, бұл жерде а1-ге тең, бізге көрінбей тұрған. Сонда бұл келтірілген квадрат теңдеуге жатады. Дәл солай x квадрат қосылған 23x қосылған 9 тең 0 теңдеуі де бізге көрінбей тұрған а1-ге тең болғандықтан, бұл да келтірілген квадрат теңдеуге жатады екен. Сонымен 6 теңдеуіміз бізде 3-3-3-ге бөлінді. Енді оқушылар, сіздерге тапсырма 205 және де 206 есептерді орындаймыз. Оқулығымызда бар. Бұл есептерде біз квадрат теңдеулердің түбірін ажыратамыз. Сонымен қатар теңдеудің қалай аталатынын анықтауымыз керек. Назарларыңызға рахмет.